Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 3-ші сынып 56-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Екінші тапсырма тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын есепте. Біз периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып, одан шыққан санды 2-ге көбейтеміз. Бұл жерде сол кезде 8 мен 9-ды қоссақ 17, 17-ні 2-ге көбейтсек 34. Периметрі 34. Ауданы 8 бен 9-ды көбейтеміз. 8 жердегі 9-ым 72. Ұзындығы мен енін көбейтеміз аудан табу үшін. Енді ұзындығы 7 метр, ені 6 метр. Яғни 7 мен 6-ны қосамыз, 2-ге көбейтеміз. 13, 13-ді 2-ге көбейтеміз, 26. 26. Аудан табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 7 жердегі 6-ым 42. Үшіншіде x метр және b метр. Бұл жерде x көбейту b болады. Мына жерде x b болады. Енді ә тапсырмасы тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасын тап. Ұзындығы 8 метр, ені белгісіз, ауданы 40 сантиметр квадрат. Енді енін табу үшін аудан ұзындығына бөлеміз. 48-ге бөлсек 5. Ұзындығын табу үшін ауданды еніне бөлеміз. 63-ті 7-ге бөлеміз. 9 сантиметр. Келесі тапсырма. Ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдаланып салыстыр. Енді бұл жерде өткен сабақтың формуласына қарап салыстырамыз. Бұл жерде 300 дециметр квадрат көп болады. 9 дециметр квадрат пен 900 сантиметр квадрат тең болады. Яғни 9 дециметр квадратта 900 сантиметр квадрат бар деген сөз. 5 миллиметр квадрат пен 500 дециметр квадрат тең болады. 5 миллиметр квадратта 500 дециметр квадрат болады. 5 метр квадрат 5 сантиметр квадрат. Әрине 5 метр квадрат үлкен болады. 100 дециметр квадрат және 10 дециметр квадрат және 100 сантиметр квадрат. Демек 10 дециметр квадратта 1000 сантиметр квадрат болады. 200 дециметр квадрат пен 2 метр квадрат екеуі тең болады. 9 метр квадрат пен 900 дециметр квадрат екеуі тең болады. 9 метр квадратта 900 дециметр квадрат болады. 9 метр квадрат пен 90 дециметр квадрат. 9 метр квадратта 900 дециметр квадрат болады, яғни 9 метріміз көп. 100 сантиметр квадрат, 100 дециметр квадрат. Бұл жерде 100 дециметр квадрат сантиметрге айналдыратын болсақ, 1000 дециметр квадрат, 1000 сантиметр квадрат болады екен. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі. Фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметр мен ауданын тап. Енді біз бірінші мынау сыртқы аудан мен периметрін табамыз. Периметр 12 сантиметр, ауданы 9 сантиметр квадрат болады. Енді мынау ішкі көктің периметр мен ауданын табамыз. Периметр 16 сантиметр, ауданы 12 сантиметр квадрат шығады. Келесі тіктөртбұрыштың периметрі 8 сантиметр квадрат, ауданы 3 сантиметр квадрат болады. Мына жерде 3 деген қап кетіпті, алдына 3 деп жазамыз. 3 сантиметр квадрат. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Енді әрбір суретке дұрыс жауапты жаз. Тіктөртбұрыштың барлық ауданы, боялған бөліктің ауданы және боялмаған бөліктің ауданы табуымыз керек. Бірінші, бізде жалпы мына шаршының ауданын табамыз біріншіде. Ол үшін 6 мен 6-ны бір-біріне көбейтеміз, 36 метр квадрат шығады. Екінші, боялған бөліктің ауданы 2-де 2-ні көбейтеміз, 4 метр квадрат. Үшінші, боялмаған бөліктің ауданын табу үшін
жалпы шаршының ауданынан шыққан мәнді боялған бөліктің мәнінен алып тастаймыз. Сол кезде 32 метр квадрат шығады боялмаған бөліктің ауданы. Екіншіде де сондай. Бірінші толық шаршының ауданын табамыз, боялған бөліктің ауданын табамыз, және екеуінің мәнін бір-бірінен алып тастаймыз. Сол кезде боялмаған бөліктің ауданы шығады. Үшінші есепте тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Бірінші 48 метр квадрат. Одан кейін боялған бөліктің ауданын табамыз. 3-4-ті бір-біріне көбейтеміз, 12 метр квадрат. Енді боялмаған бөліктің ауданын табу үшін боялған бөліктің ауданынан боялмаған бөліктің ауданын алып тастаймыз. Сол кезде 36 метр квадрат шығады. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Теңдеулерді шеш. Біріншіде белгісіз мән 25 шықты. Екіншіде белгісіз мән 180 шықты. Үшіншіде белгісіз мән 680 шығады. Төртіншіде 600, бесіншіде 446, алтыншыда 370 шығады. Белгісіз мән. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Жетінші, балалар қалашығы құрылысына тіктөртбұрыш және шаршы пішінде екі алаң бөлінді. Шаршы пішінде алаңның ұзындығы 7 метр, ал тіктөртбұрыш пішінде алаңның ұзындығы 5 метр, ені 3 метр. Қай алаңның ауданы артық және нешеге артық? Тапсырмасы: жылыжайдағы қызанақ отырғызу үшін бөлінген жердің ауданы 18 метр квадрат. Осы жердің ұзындығы мен ені қанша болуы мүмкін? Енді осы есептің толық нұсқасы көрсетілген. Мына жерде тапсырмасы, мынау тапсырмасы. Аудан табу үшін 7 метр 7 метрге көбейтеміз, 49 метр квадрат шығады. Және ұзындығы мен енін көбейтеміз. Сол кезде 49 метр квадрат шаршы пішінде алаңның ауданы үлкен екен. 34 метр квадратқа. Екінші, 18 метр квадрат шығатындай етіп тіктөртбұрыш сызу керек. Ол үшін 18 шығатындай, ені 18 метр, ұзындығы 18 метр, ені 1 сантиметр шығуы мүмкін. Сызба қылып сызамыз тіктөртбұрыш. Ұзындығы 6 метр, ені 3 метр шығуы мүмкін. Ұзындығы 9 метр, ені 2 метр шығатындай етіп тіктөртбұрыш сызамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.